Сәлеметсіздер ме? Ана тілі оқулығындағы 8-ші сабақ бас әріптен басталып жазылатын сөздермен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Бурабай. Нұрын төгіп көкте күн, арта түскен қуаты. Бурабай ол көкшенің сусындайтын суаты. Бір көргеннен жұрт тамсанып, қандай әсем сұлу дер. Жұмбақ таспен оқ жетпес, аңыз болған ұлы жер. Бұл өлеңнің авторы Құлкерім Елемес. Балалар, өлең не туралы? Дұрыс, бурабай, яғни көкшенің бурабайы, керемет табиғаты бар бурабай туралы екен. Бір көрген жұрт тамсанып, қандай әсем сұлу екенін айтады, жұмбақ таспен оқ жетпес, ол бурабайдың керемет өзінің ескерткіші. Өлеңнен бас әріптен басталып жазылған сөздер табыңдаршы балалар. Иә, бурабай көкше, яғни бұл қаланың жер суаттары. Бас әріптен бастап жазамыз. Мысалы, бурабай болсын, Көкшетау болсын, жұмбақтас болсын, оқ жетпес болсын, Алатау болсын, Тараз, Жетісу болсын, бұл қала, яғни жер су аттары міндетті түрде сөйлемнің басында болсын, сөйлемнің ортасында болсын, бас әріптен басталып жазылатынын есімізден шығармайық. Екінші жаттығу. Сөйлемдерді қатесін түзеп, көшіріп жаз. Бурабай көркем өлке. Бұл өлкеде көлдер көп. Бурабай көлінің ортасында жұмбақ тас бар. Балалар, сөйлемдегі қатені таптық па? Дұрыс, бурабай көлінің ортасында жұмбақ тас деген жер, яғни оны біз үлкен әріптен бастап жазуымыз керек. Сол қателікті түзеп, қатесіз көшіріп жазамыз. Үшінші жаттығу. Берілген буындарда өзен, көл аттарын құрастырып айт. Мысалы, Ертіс, Іле, Зайсан, Қапшағай, Сырдария. Осындай сөздер шығады екен. Ертіс, Іле, Балқаш, Сырдария, Қапшағай, Зайсан бұл өзен, көлдердің аттары. Міндетті түрде қала болсын, жер, су, өзен, көлдердің аттарын біз бас әріппен жазуды ұмытпаймыз, балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен түсінікті болса, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.